Sizler, яғни шаштараздар, қай күндері демалған дұрыс? Әркімнің өзінің қалауына байланысты біреулер демалмай істейді. Негізінде 3 типі болады. Біреуі ешқашан демалмайды, әрдайым жұмыста. Екіншісі ол аптасына 2 күн алады, үшінші аптасына 1 күн алады. Бірінші типтер олар еңбекқорлар, ешқашан демалмайды, әрдайым жұмыс істейді. Былайша айтқанда, өзінің жұмысына үйренген адам. За мужем женат на свою работу. Екінші типтер олар енді бастап жүргендер, олар әрдайым демалғысы келеді, шаршайды. Немесе оған солай байлы. Ал үшінші тип ол аптасына 1 рет демалады. Өзінің арнайы бір күні бар. Ондайды мысалы біреулерде былай істейді. Өзі бір ай бойы статистикаға қарайды. Қай күндері оған адам аз келеді, сол күнді демалыс қылады. Біреулерге үшінші күні, сәрсенбі күні, бейсенбі күні, сейсенбі күні мысалы аз келуі мүмкін. Сол күнді ол демалыс ретінде алады. Ал біреулер сенбі жексенбі демалуы мүмкін. 5 күн жұмыс жасап, 2 күн демалады. Біреулер аптасына 1 рет, ал біреулер мүлдем алмайды дегендей. Негізінде шаштараздар демалып тұру керек. Демалмаса алда қиын, жұмыс істеу үрдісі төмендейді. Ода выгорание болады, жұмыс істегісі келмейді. Өмірге деген көзқарасы өзгереді дейсің. Сондықтан демалып тұрған дұрыс. Мен сол 3 типтің бірінші типіне де жатам, және де 3-ші типіне де жатам. Бізде демалыс жоқ, бірақ жексенбі күні түске дейін демаламыз, түстен кейін шығамыз. Плюс-минус. Кейде демалып қалуымыз мүмкін, толық күн. Мұнда ерлер шаштараз жайлы барбер емес, барберинг емес, ер адамдардың шаштаразы қазақша. Сондықтан жазыл, тіркел, лайк бас, комментке пікір қалдыр.